Ақтауда екінші халықаралық Әбіш әлемі театр фестивалі өтеді. Достас елдер театрлар арасында тәжірибе алмасып шығармашылық ұжымдарды жаңа жетістікке жетелеуге ынталандыратын додаға шет мемлекеттерден қонақтар келе бастады. Солардың бірі Грузия елінің Ахалтеке қаласынан жеткен өнер ұжымын облыстық театр әртістері салтанатты түрде күтіп алды. Оларға қазақтың ұлттық дәмі шұбат пен бауырсағы ұсынылды. Мескейте мемлекеттік кәсіби драма театр ұжымы фестивальда өз репертуарларынан ұлттық және классикалық қойылым көрсетеді. Одан бөлек еліміздің өнер қайраткерлері өткізетін шеберлік сағаттарына қатысады. Біз фестивальға келіп жатырмыз. Ақтау қаласында алғашқы сапарымыз. Өзіміздің классикалық драматургымыздың туындысын алып келдік мұнда. Барша қатысушыларға сәттілік тілейміз. Осылай арамыздағы достық нығая берсін. Сіздердің де біздің өлкеге қонақ болып келгендеріңізді қалаймыз. Шақырамыз. Бізде мұндай фестивальдер әр 2 жыл сайын өткізіліп тұрады. Халықаралық деңгейдегі театр фестивалі 20-23 қыркүйек аралығында өтеді. Қазақстанның еңбек ері, халық жазушысы Әбіш Кекілбайұлының шығармаларын насихаттауға арналған алғашқы театр фестивалі бұған дейін 2016 жылы желтоқсан айында республикалық деңгейде өткен. Одан кейін 2019 жылы қазан айында Әбіш әлемі театр фестивалі ғұлама жазушының 80 жылдығына арналып аймақтық деңгейден халықаралық дәрежеге көтеріліп, үлкен шығармашылық өрлеумен өтті. Араға 2 жыл салып, ағымдағы жылы халықаралық деңгейде екінші мәрте ұйымдастырылып отыр. Аяулым Серікқызы, Мұқағали Нұрдәулет, Ақтау Ньюс.